Қайырлы күн. Бүгін біздер мынадай 40 қабат қосылған пирожки дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қамырымызға дрожжи салмай сода саламыз, сонда қамырымыз біркелкі болып піседі. Шұңғыл ыдысымызға ұн, қопсытқыш, тұз, қант және жұмыртқа саламыз. Араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді және суымызды құямыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін майонез қосып, араластырып қамырымызды басып, үстін жауып жылы жерге қоя тұрамыз. Кезекте салмасын дайындаймыз. 40 қабатымызды жіңішкелеп кесіп, майға салып қуырып аламыз. Ішіне тұз бен бұрышын салуды ұмытпаңыздар. Қақпағын жауып 15-20 минут бұқтырып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып, үстін дөңгелектеп кесеміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Енді қамырымызға дайын болған салмамызды аз-аздан бір қасықтап салып, жандарын жауып бекітеміз. Қызып тұрған майымызға пирожкимізді салып қуырып аламыз. Бірінші бір жағын, содан кейін айналдырып екінші жағын қызарғанша қуырамыз. Қамыры жұқа болғандықтан тез піседі, тез қызарады. Пирожкиларымыз дайын болды. Ортасын бөлгенде біркелкі қамыры піскен. Осы рецептпенен сіз де пісіріп көріңіз. Сізге де ұнайды деп сенемін. Сендермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.